Баршаңызға қайырлы күн, қымбатты көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлнұр. Бүгінгі видео рецепте хит болудан жалықпаған клубника в шоколаде дайындаймыз, яғни шоколадқа малынған құлпынай. Бүгінгі видеода жасаған клубника в шоколаде видеосы түсінікті болу үшін арнамнан алыстамай, жасалуын толық қарап, дәл осы рецепт бойынша сіздер де әзірлеп көріңіздер. Видео ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен дәл осындай кондитерлік дүкенде сатылатын екі түрлі шоколад және де құлпынай, сонымен қатар ағаш шпажкілер және де безендіру үшін бізге кондитерлік посыпка мен кокос ұнтағы қажет болады. Ең әуелі алдын ала дайындап алған құлпынайымызды осылай салқын мұздай суда 2 немесе 3 қайтара жақсылап жуып аламыз. Одан кейін қағаз сүлгімен құрғатып кептіріп, яғни құлпынайдың бойында ешқандай су қалып кетпейтіндей жақсылап осылай сүртіп аламыз. Осылай қағаз сүлгімен сүрту барысында құлпынайларымызды езіп алмай, тек сыртқы бөлігіндегі суынан құрғатып аламыз. Осымен құлпынайларымыздың барлығын толықтай кептіріп, құрғатып алдық. Ендігі кезекте бізге табиғи екі түрлі шоколад қажет. Дәл осы екі шоколадымызды қысқа толқынды пеште ерітіп аламыз. Біздің шоколадтарымыз ыстықтау, сол себепті шамалы үстінен осылай қалған шоколадымыздың бөлігін салып, қасығымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сонда біздің шоколадымыздың температурасы орташа деңгейде болады. Алдында айтып өткендей, ағаш шпажкілерімізді құлпынайларымызға рет-ретімен қадап шығамыз. Бұндай шпажкілер кез келген кондитерлік дүкенде немесе дүкен сөрелерінен таба аласыздар. Егер дәл осындай ағаш шпажкілерді таппаған жағдайда орнына тіс шығуға арналған ағашты да пайдалансаңыздар болады. Осымен барлығын қадап шықтық. Ендігі кезекте ерітіп алған шоколадтарымызды осылай шұңғылдау тереңде ыдысқа құйып аламыз. Табиғи шоколадтың орнына кәдімгі дүкеннің кез келген шоколадын пайдалансаңыздар да болады, немесе Қазақстан шоколады да жарай береді. Осылай шоколадқа батырмас бұрын міндетті түрде құлпынайларымыздың жапырағын жоғарыға қаратып, алақанымызға жинастырып алып, одан кейін шоколадымызға бір тегіс етіп толықтай батырып аламыз. Кейбір жағдайда құлпынайды шоколадқа батырмас бұрын мұздатқышқа 5-10 минутқа қоя тұрыңыздар деп кеңес беріп жатады. Ол мүлдем дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі құлпынай сыртында конденсат пайда болады. Ал конденсат шоколадтың құлпынайға толық сіңіп, бекітілуіне кедергі келтіреді. Яғни жеу барысында немесе кесу барысында шоколад үгітіліп, бір-бірінен ажырап жатады. Қалған шоколадты кондитерлік қалташыққа құйып, құлпынайдың сыртына кез келген өрнек жасаймыз. Яғни безендіру өз қалауыңызға қарай жасалады, немесе клиент, яғни тапсырыс берушінің қалауына қарай жасап бересіз. Бұл менде классикалық безендіру. Егер сізге тематикалық безендіруге сұраныс болса, онда ақ шоколадымызға кез келген түсті араластырып, құлпынайларымызды батырып жасайсыздар. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып, және де өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ал егер арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, онда арнама тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісінде баса кетіңіздер, сонда менің әрбір салған видеом бірінші сізге көрінетін болады. Осымен біздің хит болудан жалықпаған құлпынайлы шоколадтарымыз дайын. Дәл осы рецепт бойынша сіздер де әзірлеп көріңіздер. Кез келген адамның қолынан келеді деген ойдамын. Немесе дәл осы рецепт бойынша бизнес түріне айналдырып, қосымша табыс тауып, және де тапсырыс қабылдасаңыздар да өте керемет мүмкіндік.
Әлеуметтік желіде хит болған құлпынайлы шоколадтың жасалу жолын жақындарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Сонымен қатар өз пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды аямай басып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға алғысым шексіз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.